Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға педагогика пәнінен оқыту формалары, әдістері мен құралдары, тұтас педагогикалық үдерістің қозғаушы механизмі ретінде тақырыбын ұсынамын. Қарастырылатын мәселелер: оқыту құралдары туралы түсінік, оқытуды ұйымдастыру формалары, әдістері және құралдары. Ұсынатын әдебиеттер: негізгі әдебиет, Бұзауақова Клара Жайдарбекқызы, педагогика оқулығы, Тараз, 2019 жыл, 329 бет. Таубаева, Иманбаева, Берікқанова, педагогика оқулығы, Алматы, 2017 жыл, 340 бет. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті педагогика ұжымы дайындаған педагогика оқулығы, Алматы, 2005 жыл, 364 бет. Интернет-ресурстар, заңнамалық құжаттар. Оқыту құралдарына түсінік береміз. Құралдар дегеніміз не? Құралдар мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық тәсілдер және әдістер. Оқыту құралдары мұғалімге оқытуда көмектесетін аспаптар мен деректер. Олар оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға көмектеседі. Оқыту құралдарының түрлері: табиғи, техникалық, көркемдік, баспа құралдары, проекциялық аппараттар, материалдар, графикалық құралдар, символды құралдар, бейнелеуші құралдар. Оқыту құралдары дегеніміз не? Оқыту құралдары практикалық іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыру үшін қолданылатын материалдық және идеалды объектілер. Жалпы орта білім беретін мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа да формалары бар. Экскурсия, практикумдар мен семинарлар, оқушылардың оқу үй жұмыстары, сынақ, консультация, емтихан және факультативті сабақтар. Оқу экскурсиясын тақырыппен байланыстырады. Экскурсия арқылы бала әртүрлі курстарда оқылып жатқан құбылыс, заңдардың байланысын ашып көреді. Оларды қолдануға үйренеді. Практикумдар арқылы оқушылар тәжірибелік, зертхана жұмыстарды өз беттерімен орындайды. Олар оқу курстарының, оқу бөлімдерін оқыған соң өткізіледі. Сонымен қатар теориялық материалдарды тәжірибеде көрсету үшін де өткізуге ұсынылады. Семинар сабақтары. Семинар сабақтары көбінесе оқылған лекция тақырыбына байланысты негізгі өзекті мәселелерді талқылау, оқушылардың танымдық ойлау қабілеттерін дамыту, өзіндік шығармашылық белсенділіктерін шыңдау мақсатында өткізіледі. Сынақ сабақтары. Сынақ сабақтары жоғары сынып оқушыларын енгізудегі мақсат бағдарламалардағы теориялық білімдерді күшейту, бекіту, оқыту процесінде оқушылардың жоғары белсенділіктері, жауапкершілігі, дербестігін орнықтыру. Факультативті сабақтар. Факультативті сабақтар ол міндетті оқу курстарына сүйеніп, оқу пәндерін тереңдетіп оқытуда қолданылады. Факультативтік сабақ пен сабақтан тыс жұмыстарды байланыстырады. Пәндерді оқудан оған сәйкес келетін ғылымды оқу басталады. Білімділік міндеттер бойынша факультативтерде негізгі оқу пәндері терең оқытылып, риторика, логика, шет тілі сияқты қосымша пәндерді де оқытуға ұсынылады. Мамандыққа қарай бейімдейді. Сыныптан тыс оқу жұмыстарының формалары: пәндік үйірмелер, ғылыми қоғам, олимпиадалар, байқаулар. Пәндік үйірмелер. Сабақта пәнді оқу бағдарламасынан да көбірек, тереңірек білгісі келетін оқушылар анықталынады. Үйірмеге оқушылар ерікті түрде қатыстырылады. Оған қатарлас сынып оқушыларын да, әр жастағы оқушыларды да қабылдауға мүмкіншілік бар. Үйірмеге басшылық ететін пән мұғалімі болады. Олимпиадалар және байқаулар. Олимпиадалар аудандық, облыстық, республикалық байқаулар алдында өткізіледі. Қазір алуан түрлі олимпиадалар мен байқаулар ғаламтор желісінің көмегімен қашықтықтан да өткізіліп жатыр. Конференциялар. Олар оқуды ғылыми жұмысқа жақындатады. Оқушылар баяндама тақырыптарын өздері таңдап, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Нәтижелері бойынша ғылыми жоба жасауға әзірленеді. Педагогикалық шығармашылықтың нәтижесі ретінде оқытудың инновациялық формаларын қолдану. Оқушыларды оқу және оқудан тыс танымдық іс-әрекеттерін үйлестіру. Ойын сабақтары, жарыс сабақтары, ой қорыту сабақтары, қоғамдық білім байқауы. Ойын сабақтары. Ойын сабақтары инновациялық сабақтардың ең көп тараған түрлері. Ойын сабақтарының ерекшелігі оқу тәрбие процесінде балаларға таныс ойын элементтерінен білім алуға пайдалану.
Жарыс сабақтары. Жарыс сабақтары инновациялық сабақтардың ең көп тараған түрлерінің бірі. Жарыс сабақтарының ерекшелігі оқушылардың бойында ізгілік, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, олардың жеке тұлға болып қалыптастыруына өз үлестерін қосады. Ой қорыту сабақтары. Ой қорыту сабақтары оқушылардан нақты тұжырым, қорытынды, ой түйіндерін талап ететін инновациялық сабақтың ерекше түрі. Ой қорыту сабақтарына лекция, семинар, конференция, баспасөз конференциясы, сынақ сабақтары, 21 ғасыр көшбасшысы сабағы, телекөпір сабағы, интегралды сабақ, бинарлық сабақ, модульдік сабақтарды жатқызуға болады. Қоғамдық білім байқауы сабағы. Қоғамдық білім байқауы ой қорыту сабақтарының ішіндегі ең маңыздысы болып табылады. Қоғамдық білім байқауына оқушылардың білімін тексеру үшін қоғамдық ұйым өкілдері келіп қатысып, өн бағасын береді. Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын қалыптастырудың негізгі төмендегідей шарттарын атап өтеміз. Оқушының белсенділігі. Оқушының өз бетімен ізденуі, жаңа білімді өзі іздеп табуы. Оқу еңбегін түрлендіру. Пәннің қажеттілігін, маңыздылығын түсіндіру. Жаңа материалды өткен материалмен байланыста беру. Оқу материалының қызықты болуы. Оқу материалын қызықты етіп беру. Сабақта оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың топтық, дербес және фронтальды формаларын қарастырамыз. Форма дегеніміз не? Форма деген ұғым латын тілінен аударғанда сыртқы көрініс дегенді білдіреді. Сыртқы көрініс, сыртқы пішін. Сыртқы сызық, белгілі орныққан тәртіп. Философия ғылымында форма ішкі мазмұнды ұйымдастыру деген ұғыммен анықталынады. Оқыту формаларының жеке жұптық, жеке топтық формаларын қарастырайық. Жеке. Мұғалім бір ғана оқушымен жұмыс жасайды. Оқытудың жеке жұптық формасы. Оқушы мұғалім арасындағы жеке не жұптық оқыту жұмысы. Жеке топтық формасы. Топ мектепте жұмыс жасайды. Бірақ бір мектепте оқытылатын оқушылардың жасы әр шаманы құрайтын топ болады. Өзара бірлесіп оқыту, бір-біріне көмектесу. Англияда пайда болған Белл-Ланкастер жүйесінде айтуға болады. Саралап оқыту, оқушылардың қабілетіне қарай оқыту. Мангейм жүйесі. Бригадалық оқыту, тапсырманы бригада алады. Бір бригадада 5-6 оқушы ұйымдасады. Немесе топтық оқыту. Американдық Винетка жоспар, Трамп жоспар. Оқытудың микротоптық жүйесі, фронтальды ұжымдық деп бөлінеді. Педагогика тарихында алуан түрлі оқыту формалары пайда болып, нәтижесінде оларды жіктеудің өлшемдері де әр түрлі болды. Оқыту формаларын жіктеудің төмендегідей өлшемдерін атап өтеміз. Оқытудың мақсаты мен міндетіне сай. Оқушылардың санына сай. Оқу жұмысының орны мен уақытына сай. Оқулықтар мен оқу құралдарының қамтамасыз етілуіне қарай. Дәстүрлі емес сабақтардың түрлерін атап өтеміз. Ой қорыту сабақтары, ойын сабақтары, жарыс сабақтары. Дәстүрлі емес сабақтың ой қорыту сабақтарына жататындар: лекция, семинар, конференция, баспасөз конференциясы, сынақ сабағы, брифинг сабақ, қоғамдық білім байқауы, телекөпір, интеграцияланған сабақ, бинарлық сабақ, зерттеу сабағы. Дәстүрлі емес сабақтың ойын сабақтарына жататындар: саяхат сабағы, театр сабағы, концерт сабағы, тренинг сабағы, жұлдызды сағат, ғажайыптар алаңы, ойлан тап сабағы, акцион сабағы, бақытты сәт сабағы. Дәстүрлі емес сабақтың жарыс сабақтарының түрлері: сайыс сабағы, не қайда қашан сабағы, көңілді тапқылар клубы КТК, пікір сайыс сабағы және пікір талас сабағы. Оқыту әдістерінің мәнін ашып көрсетеміз. Оқыту әдістері дегеніміз не? Әдіс гректің методос деген сөзінен алынған. Ол зерттеу немесе таным жолы, табиғат құбылысын және әлеуметтік өмірдің жағдайын, құбылыстарды оқып білу жолдарын, әдістемелік және теориялық танымы мен шындықты бекітуді зерттейтін тәсіл ретінде қарастырылады. Оқыту әдістеріне ғалымдар бірнеше анықтамалар ұсынады. Мәселен, педагогикалық энциклопедияда оқыту әдістері дегеніміз оқытушы мен оқушылардың бірлесе жұмыс істеу барысында білім, іскерлік, дағды қалыптасып, оқушылардың дүние танымы мен қабілеттерін арттыратын оқыту тәсілдері деген анықтама беріледі.
Ғалым Галина Ивановна Щукина оқыту әдістері мұғалім мен оқушылардың бірлесе жасайтын әрекеті деген анықтама ұсынады. Академик Юрий Константинович Бабанский өзінің педагогика оқулығында оқыту әдістері мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің негізінде білім, тәрбие және таным процесінің жетілдіру тәсілдері деген анықтаманы ұсынады. Зверев оқыту әдістері мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім алу жолдары деп анықтайды. Оқыту әдістерінің көп түрлілігі. Қазіргі заманғы дидактикада оқыту әдістерін жіктеудің сан алуан тәсілдерін ашып көрсетеміз. Әдістер белгілі бір негіз бойынша топтастырылады. Өткен ғасырдың 20-30 жылдарында Берзелин, Голланд, Данилов, Есипов, Лернер, Скаткин, Подласы дидактикалық мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістерді төмендегідей топтастырды. Оқыту әдістерінің жіктемесін қарастырамыз. Голланд, Шаповаленко және Берзелин бойынша оқыту әдістер сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер деп 3 топқа бөліп қарастырылады. Ғалымдар Скаткин, Лернер бойынша оқыту әдістері 5 топқа бөліп қарастырылады. Түсіндірме иллюстративті әдістер, репродуктивті әдістер, проблемалы баяндау әдістері, ішінара баяндау әдістері және зерттеу әдістер тобы. Подласы оқыту әдістерін 5 топқа бөлуді ұсынады. Практикалық әдістер, көрнекілік, иллюстрация, демонстрация әдістері, сөздік түсіндіру әдістері, яғни әңгіме, дәріс, пікір, талас, кітаппен жұмыс, бейне таспа. Академик Юрий Константинович Бабанский оқыту әдістерін 3 топқа жіктейді. Оқу танымдық әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдістері, оқу танымдық әрекетті ынталандыру әдістері және 3-ші оқу танымдық бақылау, өзін-өзі бақылау әдістері. Оқу танымдық әрекетті ұйымдастыру әдістерін қарастырамыз. Дедуктивті әдіс, индуктивті әдіс, экспрессивті әдіс және импрессивті әдіс. Дедуктивті әдіс арқылы мұғалім ережелерді, формулаларды, заңдарды түсіндіріп, оқушыны жаңа білімді меңгертуге жетелейді. Аталған әдіс оқу материалын тез меңгеруге көмектесіп, абстрактылы ойлауды дамытады. Индуктивті әдіс. Индукция латын сөзі. Оқушыларды белгілі бір қорытындыларға әкелу. Алдымен оқушыларға жеке заттар, құбылыстар түсіндіріледі. Фактілерден қорытындылар шығартады. Индукция әдісі дедукциямен бірге қолданылады. Осы екі әдіс арқылы ой тұжырымдарын жасау оқытудың логикалық негізі болып саналады. Экспрессивті әдіс. Экспрессия латын сөзі, аудармасы бейнелеу әдісі. Оқушылар нақты құндылықтар негізінде өздерін таныта алады. Мысалы, оқушылардың сахналық қойылымдары, түрлі рөлдерде ойнауы, сценарий жазулары, режиссер, ұйымдастырушы болулары қарапайым шығарманы сахнада лайықтап қоюын жатқызуға болады. Импрессивтік әдіс. Импрессия латын сөзі, тікелей аудармасы әсер, толғаныс сезімі. Импрессивтік әдіс арқылы балалар мен жастар немесе ересектер шығарма және оның авторы туралы ақпараттар алып, оны талдап, шығарманың негізгі идеясын ұсынады. Оқыту әдістерінің ерекшеліктері. Тәрбиелік, білімдік, дамытушылық міндеттері. Екі жақты сипаты, жеке әдісті қолдану логикасы, сабақта оқу әдістерінің кешенін таңдау негіздері. Оқыту әдістерін таңдауға ықпал ететін төмендегідей шарттарды атап өтеміз. Оқыту әдістерін оның мақсат міндеттеріне, оқушылардың жас және таным әрекеттерінің ерекшеліктеріне сай қолдана алуы. Мектептің материалдық техникалық базасын ескеру. Мектептің орналасқан жерін, типін есепке алу. Мұғалімнің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі өтуіне негіз болатын сабақ мақсатының айқындылығы. Оқытудың инновациялық интербелсенді әдістері. Пікірсайыс, тренинг, диалог, дебат, пікірталас және басқа да оқыту әдістерін таңдау. Оқытудың тренинг әдісі. Белгілі бір тақырыпта өткізілетін ойын сабақтарында қолданылатын әдіс. Тренинг әдісінің басты ерекшелігі тренингке қатысып отырған оқушылар өз ойларын ашық айтып, белсенділік танытады. Диалог әдісі оқушылардың бір-бірімен және мұғаліммен интерактивті қарым-қатынас жасауына бағытталған әдіс. Диалог әдісі оқушыларды достарының пікірімен санасуға, ой тұжырымдауға, ой қорытуға жетелейді. Пікірсайыс әдісі белгілі бір тақырып көлемінде арнайы ережелермен шектелген сөз жарыстыру, білім таластыру
өнеріне негізделген әдіс. Қазіргі таңда пікірсайыстың әртүрлі форматтары белгілі. Олардың барлығы жаңа заман педагогикасындағы субъект-субъектілік принципке негізделеді. Назар салатындағандарыңызға рахмет.